Оқиға осыдан 2 күн бұрын Руслан Аймухамбетовтың сыныптасының үйінде болыпты. Ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылған 3 жеткіншектің біреуі емтиханға дайындалып, түскі астыда бірге іштік дейді. Қасында болғандардың сөзінше, 17 жастағы Руслан Қытай лапшасымен ауқаттанғаннан кейін өзін жаман сезіне бастаған. Кенеттен жерге құлап түскен түлектің аузынан көбік ағып, қол аяқтары дірілдей бастады дейді. Сол кезде жанында болған Ерхан Мұстафаев. Массаж жасады, неше түрлі аяқтарынан ұрып, аяқтарын качать етіп, сосын неше түрлі қолымыздан барын бетіне су құйды. Біз бигбан алып жасайық та деп. Сосын тамақ жеп жатқан кезде өздерінен бигбан алды. Сосын солай. Бірақ қаладағы нөмірі 57-ші мектеп лицейін бір апта бұрын ғана тәмамдаған Руслан Аймухамбетовты 25 минуттан соң жеткен ақ халаттыларды аман алып қала алмаған. Жүрек өкпе реанимациясын жасаған қызметкерлер жедел жәрдемге қоңыраудың кеш түскенін айтып отыр. Өкінішке орай біздің дәрігерлер келгенде зардап шегуші өмірден өтіп кеткен. Бірақ оған қарамастан дәрігерлер бәрін жасаған. Ол жүрек өкпе реанимациясын, дефибрилляция, электроимпульстық терапиясын жасаған. Ал қара жамылған отбасы Русланның денсаулығы сыр беріп көрмеген еді дейді. Қайғылы жағдайдан қабырғалары қайысқан жақындары медициналық университетке түсуді армандаған Русланның жақында Ресейде жобасын қорғап келгенін айтады. Ешқай жер ауырмаған, таңертең тұрып, жуынып, өзі және өзі өте бір пысықтың үйді бәрін өзі жинап, өзі артынан бір сондай өзі биязы мінезді болатын негізі келгенде. Түлектің жұмсақ өліміне қатысты арнайы сараптама жүргізіледі. Қорытындысы шықпай, жеткіншектің неден қайтыс болғанын ішкі істер департаментіндегілер де айта алмай отыр. Ал үйдің ортаңғы Руслан Аймухамбетовтың денесі жер қойнына